Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Аяла тәттілері. Бүгін осындай өте дәмді банан пай пирог жасаймыз. Каналымда үнемі осылай шығып отыратын ерекше әрі оңай рецепттерді жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Банан пай пирогына ұн, сары май, 2 сары уыз және сахарный пудра қажет. Ұнымызға разрыхлитель салып, үстіне жұмсақ сары майды салып, крошка жасаймыз. Крошкамыз осындай біркелкі болу қажет. Үстіне 2 сары уызды салып, үстіне сахарный пудраны салып, жұмсақ қамырлейміз. Қамырымыз осындай қолға жабысқақ болады. Пищевой пленкаға немесе тарелкаға салып, холодильникке 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз осындай жұмсақ болу қажет. 23-24 см формамызға қамырымызды дәл осылай видеодағыдай жайып аламыз. Вилкамен міндетті түрде тесіңіздер, аралары өте жақсы піседі. Қызып тұрған пешке 180 градуста 10 минут 15 минуттай пісіріп аламыз. Үстіне вареный сгущенканы біркелкі етіп жағып, 2-3 бананды турап үстіне қоямыз. Бұл пирогтың дәмі өте ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай біркелкі етіп банандарымызды қойып шығамыз. Сливкеміздің үстіне сахарный пудраны салып, жақсылап миксерлейміз. Массамыз осындай плотный болу керек. Ақып кетпейтіндей, осындай өзінің массасын ұстайтындай болу керек. Мен осындай насадка қолданамын. 9B деген насадканың номері. Осы кремімізді кондитерный мешокқа салып, банан пай пирогымыздың үстіне дәл видеодағыдай етіп жағып шығамыз. Үстін әрлеу үшін мен Nesquik какаосын қолдандым. Сіздер кез келген какаоны қолдансаңыздар болады. Ең бастысы какаоңыз ащы болмау қажет. Осылай біркелкі етіп сеуіп шығамыз. Міне достар, біздің банан пай пирогымыз дайын. Дәмі өте ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма подписка жасап, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алла қаласа алда әлі өте көп рецепттер шығады. Сау саламат болыңыздар.